Құрметті оқушым, бұл мәтін есептің берілгені мынадай. Арман нысанаға дәл тигізген үшін 3 ұпай алады. Ал мүлт кетсе, оның қоржынына 1 ұпай азайтылады. Арман нысанаға барлығы 30 рет атып, жалпы 62 ұпай жинады. Арман қанша рет мүлт кетті? Сонымен, мына жерге дәл тигізген жағдайдың санын жазамыз. Мына жерге мүлт кеткен жағдайдың санын жазамыз. Біз білеміз, барлығы 62 ұпай жинады, және неше рет атты? 30 рет атты. Қанша рет мүлт кетті деп сұрап тұр, сондықтан мүлт кеткенді біз x деп белгілейік. Барлығы неше рет атты? 30 рет атқандықтан, дәл атқандардың санын біз табу үшін 30-дан жаңағы мүлт кеткен жағдайдың санын азайтамыз. Солай ғой, яғни 30 минус x болды. Сонда барлығы 30 рет атқан болып тұр. Жақсы, енді біз білеміз, мұна әрбір дәл тигізгені үшін 30 минус x рет атты, демек оны 3-ке көбейтеміз. Сонда ол жалпы бізде дәл тигізгені үшін 3 көбейтілген 30 минус x-ті жинады. Сонша ұпай жинады. Жақсы, ал мүлт кеткені қанша? Мүлт кеткені бізде x рет. Одан 1 ұпайдан айырылады. Әрқайсынан. Сонда жалпы x ұпайды азайту керекпіз. Түсінікті, я? Міне, дәл тигізген үшін осынша ұпай жинады. Осыдан біз мүлт кеткен үшін x ұпайды азайту керекпіз. Сонда бізде 62 ұпай шығу керек. Болды, өте қарапайым. Осы теңдеуді шығарамыз. Жақшаны ашамыз. 90 минус 3x азайтылған x тең 62. Біз білеміз, я? Мұна минус 4x оң жаққа плюс 4x болып барады. Ал мұна 62 сол жаққа минус 62 болып келеді. Минус 62. Жақсы, онда не шығады? 90 азайту 62 бізде 28 тең болады 4x-ке. Түсінікті, я? Сонда x-тің мәні 28-ді 4-ке бөлеміз табу үшін. Сонда 7 шығады екен. X-тің мәні 7. Ол нені білдіреді? Ол бізде мүлт кеткен жағдайлар саны. 7 рет мүлт кетті, 23 рет 30-дан 7-ні азайтамыз. Дәл тигізді. Сұрақта қанша рет мүлт кетті деп тұр, сондықтан D жауабын белгілейміз.